бірінші мәселе ақша ұрлау керек. Жер керек. Бір 2 жылға вообще мораторий жасап тастаңдар. Қымбаттамаған нәрсе жоқ. Бұл жер жұмақ сияқты болу керек қой. Ана жерге келген адам кеткісі келмей қалу керек. Бос жатқан жерлерді қайтарумен айналысса. Шымшықтар сиқылда. Мен мына мемлекеттің, халықтың жауы емеспін. Армысыз құрметті көрермен, біз ақшамдағы әңгіменің алаңына бүгін елге белгілі режиссер, бүгінде Алматы қалалық мәслихатының депутаты Еркін Рақышев ағаны шақырып отырмыз. Шақыруымызды қабыл алып, аядай студиямызға келгеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Қалыңыз қалай өзіңіздің? Құдайға шүкір. Сіз енді Алматы қалалық мәслихатының депутатысыз. Біз Алматы ақшамы осы қаланың мың жасаған қаланың шамшырағымыз деген бір өзіміздің ұранымыз бар. Сондықтан бүгінгі әңгімені сол Алматы қаласына бағыттаймыз, негізгі тақырыбымызды. Ең әуелгі сұрағым, білесіз, жақында мәслихаттан ұсыныс болды да, бізде қалада бір жаңа шешім қабылданды. Ол шешім бойынша қаладағы көлік қозғалысын реттеуге байланысты соның бір жолы ретінде жұмыс уақытын 9-дан 8:30-ға ауыстырды. Қалай ойлайсыз аға, енді бұл мәселені шешті ме? Болмаса бір көлік қозғалысын кептелісті жеңілдетті ме? Бұл былай ғой. Кептеліс ол бірден шешіле қоймайды. Бірақ кептеліс шешудің негізгі жолдарының бірі осы жұмыс уақытын әртүрлі уақытқа белгілеу. Бұрын қалай еді бізде? Бұрын сағат 8 мен 9 арасында 1 сағатта бүкіл қала көшеге шығатын. Сабаққа да барады, жұмысқа да барады, басқасын да істейді. Ал енді соны сабақты қазір колледж, институттың жоғары оқу орындары студенттері 7:30-нан бастап жатса, жұмысшылар 8-ден, тағы басқалары. Одан кейін жаңа ұсыныста мынандай да болған. Мен өз тарапынан жасаған ұсыныста, мына базар, барахолка, мына супермаркеттер сағат 10-нан бастасын деп. Сонда 1 сағатта шықпайды бүкіл қала. 3-4 сағатта шығады да көшеге. Бұл енді біздің мәслихат депутаттарын ойлап тапқан жаңалық емес. Бүкіл әлем әлемде бар тәжірибе. Солай шығып жатыр. Осыдан бастап жатыр. Тек қана осыдан бүкіл кептеліс шешіліп кетеді деуге болмайды, бірақ бұл кептелістің бір 20-30%-ын шешуге мүмкіндік туады да. Одан кейін басқа нәрселерді жасай беруге болады. Кейбір жерлерде аспалы көпірлер салып, мына метро тармақтарын 2 есеге дейін көбейтудің жолдарын жасау керек. 20 жылда салмай, оны айналдырған 3-4 жылда салатын жолдары бар. Осындай нәрселерді іске асырса, ол кептелістің мәселесін шешуге болады. Себебі тек қана осы Алматыда қанша? 2,5 миллион халық па? 2,5 емес, 10 миллион, 15 миллион халқы бар қалаларды шешіп жатыр. Оның жанында не 2,5 деген? Тек қана ниет керек, яғни жұмыс керек. Демек, біз осы шешім былайша айтқанда бір толық шешіп кете алған жоқ шынымен де. Өйткені біз көріп жатырмыз. Шешілмейді ғой ол. Бірден шешілмейді. Бірақ ең басталды ғой. Әкім өзінің рұқсатын берді, осы мәселені шешіңдер деп. Соның орынбасарлары бар, біз мәслихат депутаттары бар. Бәріміз қазір кірісіп кетіп осы жолдарын іздестіріп жатырмыз. Демек, бұл алғашқы басқыштағы бір қадамы. Ары қарай басқышпен мүмкін алдағы уақытта тағы да осындай жаңа шешімдер қабылдап реттеуге тырысасыздар. Әрине, бұл деген енді мына негізінен үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі осы. Мына уақытты, жұмыс уақытын созу. Екінші кезең жаңа метросы бар, жаңа аспалы көпірлер салу керек, кейбір жолдарды кеңейту керек деген сияқты бірнеше жолдары бар ғой. Неге бірден осында жаңағы сіз өзіңіз айтып отырғандай, жаңа базарлар, мысалы басқа да мысалы коммерциялық мекемелер неге басқа уақытқа белгіленіп, бірден осылай бастап кетпедік? Мысалы жарайды, жұмыс уақытын 8:30-ға ауыстырдық. Енді өзгерту керек еді университеттерді бір уақытқа. Енді бұл бір айда болған жоқ қой. Онда әртүрлі нюанстары бар ғой. Мүмкін алдағы уақытта солай болуы мүмкін дейсіз ғой. Міндетті түрде болады. Онсыз біз кептелістен құтыла алмаймыз. Кептелістің қанша зиян келтіріп жатқанын білеміз. Ол денсаулыққа да зиян, экологияға да зиян, адамның жүйкесіне де зиян. Ал шешілсе көп мәселе шешілетін еді. Ең бастысы жұмыс басталып кетті. Бұл нәтижесін береді ғой деп ойлаймын. Осы туралы сіздің де ұсынысыңыз бар екенін естіп жүрміз. Мысалы, ешқандай қаржы шығындамай-ақ мәселені реттеуге болады деген қазірге дейін. Әрине. Осыны кеңейтіп айта аласыз ба өзіңіздің ұсынысыңызды, өзіңіз тарапынан жасалған ұсынысты? Бұл мәселе былай болды. Байтақ партиясы дөңгелек стол өткізеді. Сол дөңгелек столға енді қоғам белсенділерін шақырады, экологтар шақырады, мамандар шақырады. Сол мен де барып қалдым. Сол осы кептелістің шешу проблемасы. Сол жерде әркім өзінің ойын айтты, ұсынысын айтты. Сол жерде жиын біткеннен кейін Байтақ партиясының жетекшісі Азаматхан Әміртай маған айтты: "Ереке, сіз енді депутатсыз ғой.
әкімге жақынсыз. Осыны депутаттарға жеткізіңіз. Осы бүгінгі қаралған мәселені. Және осыны шешу жолдарын жеткізіңіз әкімге деп. И бірден сессия болды да мен Дархан Амангелдіұлына әкімге айттым. Әкім руководитель аппарат тұрғызды. Мынау өте дұрыс ұсыныс. Біз де ойлап жүргенбіз бұны шешудің жолдарын. Осы мәселені ақылдасып, міне депутаттар бар, осыны шешу жолдарын қарастырыңдар деп сол күні тапсырма берді. Содан кейін қозғалды ғой бұл әрекет. Енді демек тікелей сіз мұрындық болып отырсыз ғой бұл мәселеге. жоқ, өйтіп айтуға болмайды енді. Енді әйтеуір біз де арасында жүрміз ғой енді. Себепкер болдым дейсіз ғой былай бір жағынан. Бір жағынан себепкер болған шығармын. Енді қазір мәслихат депутаттары бұл бастаманы бірден қолға алды да өте белсенді жұмыс істеп жатыр. Құдай қаласа пробка мәселесі шешіледі. Пробка ғана емес, сонымен қатар анау стоянка дейміз ғой. Ол мәселені де жайлап қарастырып жатырмыз. Онда шешу жолдарын. Енді бұл жерде велосипед ойлап тауып керек жоқ, әлемдік тәжірибелерге сүйену керек. Соны жасау керек. Жаңа сөзіңізден айтып қалдыңыз, жаңағы Дархан Амангелдіұлы бірден жаңа ұсынысты қабылдап сол күні сол мәселе қаралды деген сияқты. Мысалы сіздер осы кезекті шақырылымдағы депутаттар Досаев кезінде сайланды. Қазір енді Дархан Амангелдіұлымен сіздер осы мәслихаттың қарым-қатынасы қалай болып жатыр? Сіздердің ұсыныстарыңызға құлақ асу қаншалық деңгейде? Мәслихатпен қаншалық тығыз жұмыс істейсіз сіздермен? Халық күнде көріп отыр ғой. Күнде бірнеше кездесу ұйымдастырады, халықпен кездеседі. Сол жерде жаңа халықтың проблемаларын тыңдап, әйтеуір шешуге атсалысып жүр. Бізбен де жаңа сессияда қанша бір рет, екі рет кездестік қой деймін. Иә, сол жерде тыңдап, мен тағы бір ұсыныс айтқам, оны да тыңдады да бірден тапсырма берді. Осы мәселені көтеріңдер, шешуге давай атсалысыңдар деп. Әкім болса халыққа жақын бол деген сөз бар ғой. Мынау әкімді көріп жүрсіңдер, иман жүзді дейді ғой, қазақи. Бізге жетіспейтін осы Алматыға сол еді. Қазақи, сол халықпен сөйлесе алатын, қорқпайтын, кабинетке тығылмайтын, халықтың арасында жүре алатын. Арасында жүретін әкім керек болды да. Бұл кісі дәл сондай әкім болып тұр. Енді белгілі болады. Иә, жұмыс істеу тәсілі, басқасы проблемалар көп қалады, өте көп. Келесі сұрағымда сіз мүше болып отырған комиссияға қатысты қойғым келіп отыр, яғни әлеуметтік даму, мәдениет, спорт, дін және жастар істері бойынша. Осы комиссия қазір енді тікелей бір нақты белсенді жасап жатқан ұсыныстары бар ма? Қазір қандай мәселелерді қарастырып жатыр осы сіз мүше болып отырған комиссия? Негізінен былай ғой, біз былтыр біраз мекемелерге ақша бөлгенбіз. Сол ақша бөлгеннен бұрын мен айтып кетейінші, осы мәдениет саласындағы мәдениет саласындағы кейбір қызметкерлердің бірталай мекеменің жалақыларының 30%-ына өсуіне сіз өзіңізде атсалысқаныңызды айтып жүрсіз. Оның ішінде зоопарк бар, цирк бар, жаңағы театрлар бар дегендей. Одан бөлек қазір тағы осы мәселені біз алдыға қойып жатырмыз. Тағы көтеру керек. Кеңейту. Жылдай болып кетті одан. Жалақысын көтеру мәселесін қазір қойып жатырмыз. Бұйырса, биыл енді нақты айта алмаймын биыл. Көктемге дейін көтеріледі тағы. Мәдениет саласын жаңағы басқа да салалар. Біздің комиссияға қатысты. Енді мына жерде не істеп жатыр? Біз ақша бөлдік қой мекемелерге. Қазір Алатау театры, қайта жөндеуден өтіп жатыр. Зоопаркте де бір проблемалар бар екен. Қуыршақ театрында. Сол ақша бөлінген мекемелердің ақша қалай жұмсалып жатқанын қадағалап жүрміз. Бөліп қойып қарап отырған жоқпыз дейсіз. Бөліп қойып қарап отырған жоқ. Себебі оның тиімді жұмсалуын қадағаламаса үлкен мәселелер көтеріледі. Оны күнде көріп жүрміз. Кеше ғана бір асфальт опырылып, машиналар аударылып жатты ғой. Сонда ғана 20 сантиметр асфальт төсеген орнында 5 сантиметр төсеген. Көрдіңіз бе? Бізде ақшаны алу бар, тендерді алу бар, оны қадағалау жағы әлсіз болып жатыр. Соны біз қазір өзіміз қолға алып жатырмыз. Шамамыз келгенше. Әлі бірақ түрлі жолдарын қарастырып жатырмыз. Қалада көп қой енді проблемалар айта берсе. Жаңағы мәселені соны сұрай кетейінші сізден. Мысалы, Яссауи көшесі. Жаңа сіз айтып отырған, жаңа асфальттың астына түсіп кеткені, жаңа автобустар барып батып қалды деген сияқты. Осы мәселені сіздер бақылауларыңызға алдыңыздар ма? Бұл қалай шешіледі? Шешім тапты ма қазір енді? Енді мен қателеспесем, аудан зам әкімін алып тастады. Осы мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалды ғой деймін. Анық қанығын білмеймін. Бірақ әкімнің өзі тікелей араласты, ол мәселе шешіліп жатыр. Енді бұл жерде мынандай ғой. Көп несе мына тендер алған компаниялар ақшаны алады да жауапкершілікті сезінбейді. Біз
жердің бетіндегі нәрсені ғана айтып отырмыз қазір, асфальтты опырылып қалғаннан кейін. Жердің астында қанша дүние былығып жатқанын оны біле бермейміз. Ол жерде каризі бар, басқасы бар. Анау бордюры бар, тротуар бар, олар жайлы мың сан проблемалар бар. Көрдіңіз ба? Бордюр демекші жаңағы осы халық көп наразы болады. Неге бордюр ауыстыра береміз деген сияқты. Әбәдемі тұрған жердің өзін ауыстырады деген сөз бар. Осы мәселе неге соншалықты бір үлкен проблема болып кетті? Бұны бір шешудің жолы жоқ па шынымен? Шешудің жолы бар. Неге ауыстыра береді? Соны айтыңызшы алдымен. Неге ауыстыра бергенде бірінші мәселе ақша ұрлау керек, жеу керек. Сол үшін ауыстырады. Бұл жерде таяқтың бір ұшы депутаттарға да тиеді. Сіздерге де ақшаны бөліп жатқан сендер ғой. Мен мәслихатқа да осы әңгіме айтылды. Неге депутаттар қайда қарап отыр деген сөздерді естідік қой. Енді мен айтайын. Бір мәселені, мынау подземный переход дейміз ғой, жол асты жолы. Жер асты өткелдері, өткелдері, анау Аль-Фараби, Жароковандағы. Ана Санжар Боқаев айтты ғой, мына граниттер тұр, бұны неге істеп жатсыңдар деп. Неге акимат осыған ақша бөледі деп. Енді мен ақша не үшін бөлінгенін айтайын. Бізге Бостандық ауданының әкімшілігі жасады ол жерді. Айтады, мынандай проектке ақша керек. Содан кейін жаңағы подземный переходты айтады. Мына дейді ремонт көрмегелі 20 жыл болды. Енді соны жасамасақ болмайды. Қатырамыз, қырамыз, жоямыз. Бұл енді ана правительственный жол, ақша бөліңіздер. Содан кейін жарайды деп бөлеміз ақшаны. Мына жерде бір кемшілігі депутаттардың. Оны біз бар көруіміз керек еді. Бірақ біздің оны бар көруге мүмкіншілігіміз жоқ. Себебі мың сан проект ондай. Сол үшін мен жаңалық енгіздім өзімше. Жаңалық енгізгенде былай еттім мен. Енді тротуар, бордюр, жаңа подземный переходтар жасай ма, басқа жасай ма, маслихаттан ақша алу үшін алдымен сол ақша салатын нысанды, объектіні бізге видеосын көрсету керек. Біз ананы көзімізбен көруіміз керек. Видео фото дәлелін көрсету керек. Дәлелін көрсету керек. Міне қараңыздар деп, мынау шіріп жатыр, мынау құлап жатыр, мынау қоқыста жатыр, осыған ақша бөліңіздер, біз жөндейміз деп. Оның видеосын біз көрмесек, біз бере алмаймыз ақша. Бұрын біз видеосын да көрмейтінбіз, барып та көрмейтінбіз оны. Сене салатынбыз соны айтқанына. Себебі мүмкіншілігіміз жоқ бүкіл қаланы аралап. Барлық проекттер бойынша қарап отыр. Дәл осы қазір ойымды неге айттым? Финанс және экономика басқармасының басшылығына. Бізде былай ғой. Сен мысалы бір управление маслихаттан ақша сұрау үшін алдымен жаңағы басқармаға бересің, финанс экономика. Олар көреді, тексереді өзінше, содан кейін депутаттарға алып келеді. Бір неден өтеді да. Мен жаңағы басқармаға айттым. Енді бізге бір видеосыз бір ақша сұрап келуші болмаңдар. Бағдарламаны әкелмейсіңдер. Біз көреміз. Одан кейін күмәнді болса, барып басына барып тексереміз. Керек болса біз сол жердегі тұрғындармен сөйлесеміз, ақылдасамыз. Қажет болып жатса, бір 2 жылға вообще мораторий жасап тастаңдар. Одан қала қирап қалмайды. Ремонт жасамаңдар, неге бердіңдер? Жаңағы тротуар жоқ көшелерге салыңдар сол ақшаны деп ұсыныс айттым. Енді мына жерде мынандай мәселе туындайды. Осы тротуар салатын басқарманың басшысына мен айттым, неге сендер 2 жыл сайын ауыстыра бересіңдер? Сөйтсек, мынандай қулық бар екен мына жерде. Заң бар екен. Мынау жаңағы бордюр плиткалар 2 жылда шамамен мерзімі бітеді екен. Одан кейін жаңасын салу керек екен. Бұл мынау кейбір лоббистер сондай заң қабылдатып алған ғой кезінде. Демек заңнан шығып тұр бұл мәселе. Заңнан шығып тұр басына. Содан кейін мен айттым. Заңды немедленно өзгертуге тапсырмай беріңдер. Біз маслихат депутаттары өз тарапымыздан бұны қолдаймыз. Біз де ұсынамыз. Заңды өзгерту керек екен. Одан кейін екінші, заң өзгертілмей жатқанның өзінде бұл мәселені заңсыз қараймыз. Заңсыз қараймыз. Бермейміз ақша. Егер жап-жақсы болып тұрса, мерзімі түгілі басқасы кетіп қалса да бермейміз. Кейбір жерде 15-20 жылға шейін жетеді. Ол заң шығарып отқандар Астана қараған. Астанада енді аяз бар, басқа бар. Кішкене жоқ, бұл жерде айтып отырмын ғой. Ақшаны ұрлау үшін лоббировать етіп, кейбір лоббистердің әрекеті бар демек. Сол үшін заңды өзгерту керек алдымен. Түсінді ме? Одан кейін жауапкершілік күшейту керек. Тендер алған компаниялар тек қана мен мынандай ұсыныс енгіздім. Көшені, кәдімгі көшені, жаңағы неден шығып тұр? Жаңағы 5 сантиметр неге салған дегеннен. Асфальтты. Көшені тендерден ұтып алған компания енді гарантия беру керек. Мына жол 10 жылға шейін.
бұзылмайды, бұзылса өзім жөндеп беремін деп. Жоқ, осы жерде тағы бір мәселе бар. Бірақ біздегі мысалы көршілес елдерді алайық, Ресейде болсын, болмаса Қытайда немесе Еуропаның кез келген елінде осы мердігер компаниялардан талап етілетін уақыт мерзімі ұзақ екен. Керісінше бізде заң бойынша бізде 2-3 жыл ғана екен. Бұл жерде де заңға келіп тіреліп тұрған сияқтылар. Сол заң ғой, сол көп нәрсе сол заңға байланысты. Соны енді біз заңға қатып қалмаймыз. Соны ұзарту үшін жұмыс істейміз және қатаң талап етеміз. Енді бұл жерде мынандай, бұл үлкен бір президент араласатын тірлік емес. Айтып отырмын ғой. Президенттен кейін шығып кеткен. Қана енді видеоға көріп, фотосын көріп, одан кейін ғана ақша береміз. Мәслихат депутаттары шешетін нәрсе, осыны біздің мәслихаттың депутаты Мержан Батырбекұлы қолдап, екі қолмен. Все. Енді бізге видеосыз ешқандай ақша сұрап келуші болмаңдар деп қатаң тапсырды барлық управлениенің басшыларына. Енді Құдай қаласа кішкене тәртіп орнайды. Жақсы, иә, бұл да бір оң шешім деп есептейміз. Шынымен де бұл бірталай бүкіл елге масқара болдық. Қаланың ақшаны бөліп жатқан депутаттар содан бір не алып жатқан дейді, енді бізді свалясық қойды. Иә, шынымен де қаланың біраз бюджетіне қорған болып қалуы мүмкін бұл. Әрине. Ақша жұмсайтын жерлер көп қой. Сояққа жұмсау керек қой, тек қана ана жерді ауыстыра бермей. Бірнеше бұл жерде. Енді мәслихаттың тағы бір жауапкершілігі, мысалы қаладағы әлеуметтік экономикалық жағдайды да өзінің бақылауына ұстау ғой. Мысалы қымбатшылық жағдайы бар. Оған қатысты бір өнімді ұсыныстар болып жатыр ма? Мысалы бағаны бақылау деген секілді сіздер қандай ұсыныстарыңыз бар? Былай. Қазір мен өзім ғана емес, тағы 5-6 депутаттармен бірігіп, осы бағаны тұрақтандыру үшін проект дайындап жатырмыз, жоба. Ол жерде бірнеше мәселе қаралу керек. Оның негізгісінің бірі, мына базар, барахолкаларда негізгі тағамның түрлерін қымбаттатпау. Бір неде ұстау керек. Енді тұрмыс төмен мұқтаж жандарға арналған баға тұру керек. Негізгі тағамдарға, жаңағы өз айналдырған 19 түрлі 10 шақты ғой енді основной. Соларға. Бұдан басқа да оның несі көп, енді мен целый менде не бар? Осы мына қымбатшылыққа қарсы проект жасап жатырмыз қазір. Бұнымен енді қысқаша болсын бір шолып таныстыра аласыз ба? Елдің мысалы енді жеткізетін бір жағымды тұстары болуы мүмкін ғой, мысалы осының бір бағдарламаларыңызда қандай ұсыныстарыңыз бар, мысалы бірден эффекті әсер ететін? Бұл былай. Бірінші айтайын. Мына Магнум деген мекеме бар. Сол Магнум бюджеттен пәленбай миллиард ақша алады. Бағаны тұрақтандырамыз деп. Мен осыны естігенде былайша айтқанда шок болдым. Енді биыл Магнум соны алатын кезде біз оған бермейміз деп мен отырмын. Бергізбеймін ол ақшаны. Оның орнына басқа фонд ашамыз да, сол фонд айналысу керек онымен. Бұл жұмыспен баға тұрақтандыру. Халықтың, қоғам белсенділерінің халықтың енді қадағалауымен жүру керек жаңағы ақша. Ең бастысы ақша ғой. Сол ақша болса, мына оптовка дейміз ғой. Сол жерде бағалар арзандау ғой. Дәл сол оптовка сияқты қаланың әр бұрышында ашылу керек. Түсіндің ба? Сол халық базардағы бағамен емес, сол оптовкадағы бағадан алатын, қаланың ішінде жүріп алатындай жағдайға жету керек. Магазиндер ашылу керек. Кейбір тұрмысы нашар жандарға арнап асханалар ашылу керек. Тамақтың ең қымбаты 500 теңге болу керек ол жерде. По себестоимость дейміз ғой. Өргене 2 картошка, бір тауықтың кішкене еті анау мынау түсті 500 теңге тұрады ол. Бірақ халық үшін сондай бағаны жасауға болады. Сол мекеме ақша таппай-ақ қойсын, байымай-ақ қойсын. Бірақ халықтың жағдайын ойлау керек. Қазір осындай әрекеттерді жасамасақ, ертеңгі күні кеш болады. Себебі тек қана тағам емес, барлық сала қымбаттап жатыр. Коммуналдық төлемдердің барлық қымбаттап жатыр. Суы бар, газы бар, ыстық суы бар, бензині бар. Қымбаттамаған нәрсе жоқ. Бұның шегі көрінбейді. Не болатын? Бір Құдай біледі ертеңгі күні. Қазір мына қыстан аман есен шықсақ жақсы. Халық қазір өте ашулы, наразы. Өкімет тарапынан жасалып отқан сол Бектеновтің айтқан сөзі. Мына қымбатшылыққа қарсы күресіп жатсыңдар ма? Не болады? Арты десе, бұл әлі ұзаққа созылады деп отыр. Премьер-министрдің айтып отқаны. Енді біз осы жергілікті жағдайда соған шамамыз келгенше күресейік деп жатырмыз. Бірақ көп нәрсе бізге байланысты емес, айналып келгенде сол заңға байланысты. Заңға байланысты. Енді ана жақтан түрлі нелер шығарып жатыр ғой, заңдарды. Қымбатшылықтың бәрін жасап жатқан солар. Өкімет.
налогын да көтеріп жатыр, басқасын да істеп жатыр. Бірақ жергілікті жағдайда біз қолымыздан келгенше істейміз ба деп, соны қазір проекттерін жасап жатырмыз. Жаңа Магнумға берілетін ақшаны мен тоқтатам деп отырмын. Сендер көмектесесіңдер маған. Міндетті түрде бұндай қымбатшылыққа қарсы мысалы әлеуметтің көп халықтың енді әлеуметтік жағдайына әсер ететін дүниелер болса ақпараттық қолдау оны міндетті түрде шынымен халыққа пайдасы тиетін фондқа бөліп халықтың жағдайына жұмсау керек. Шамамен. Енді бір сұрақ, мысалы бізде Алматыда білесіз ғой экология мәселесі. Экология мәселесі бойынша енді көліктердің бастысы көліктердің көптігінен көреді. Осыған балама ретінде қоғамдық көліктерді дамытамыз дегелі шыны керек біраз уақыт болды. Бірақ мысалы біз Алматыға ЛРТ-да, метрода, BRT жүйесі де тиімді. Бірақ осылардың енді жобасы өте керемет. Бұлардың кешігіп жатқанына бір себебі бар ма? Бұны көп жағдайда мынандай себеп болады деп ойлаймын мен. Осы біз тәуелсіздік алған жылдары жапондар келген ғой. Ең алдымен Қазақстанға. Сөйтіп кейін бәрі қайтып кетті. Неге? Сонда жапондар айтады да, біз келеміз қазақтарға пайдасы тиетін, бізге де пайдасы тиетін проект алып келсек, олар бізден ақша сұрайды. Біз айтамыз, мынау сендерге Қазақстан елге пайдалы, өздеріңе пайдалы дүние. Олар оны түсінбейді, олар менің долям қанша деп айтады деп, көп жапондар теріс бұрылып кеткен. Олар енді басқа Қытай анау мына сияқты емес қой, паряшный, сондай ар мен намысты жоғары қоятын халық қой. Мен ойлаймын, біріншісі осы жемқорлық деп ойлаймын. Кез келген шетелдік ақша салам десе, менің долям қанша деп отырады. Содан көп проекттер іске ашпайды. Сол ЛРТ-ні алайық, Астанадағы. Құдай-ау қанша жыл салды өзі? 15 жыл салды ма? Бітті ме өзі, бітпеді ме өзі? Енді ашылып жатыр ғой деп. Алғашқы вагондарын қойдық енді. Сол неден? Жемқорлықтың кесірінен ұрлағандардың біразы отыр. Көрдің ба енді? Сол елге, Астана көріп отыр ғой, өкімет сол жерде, президенттер сол жерде. Солардың көз алдында ұрлап отыр ғой ақшаны. Әйтпесе сол Өзбекстандар сондай ЛРТ-ні бір жылда бітіріп, қызығын көріп отыр. Сол сияқты көп проекттердің іске асуына осы жемқорлық кедергі болады деп ойлаймын мен. Енді сұрағымыздың сұхбатымыздың соңына қарай мен сіздің өзіңіздің ұстанымыңызға және бұрынғы мысалы шығармашылығыңызға қатысты бұрғым келіп отыр тақырыпты. Сіз бір рет мен бір сұхбатыңыздан көргенде мысалы мына жүрек ауруына емдеу туралы өзіңіз кітап жаздыңыз. Өзіңіз ол мысалы ана жүрек ауруымен ауырғаннан кейін соның жапасын сезіне отырып соған қатысты өзіңіздің кітап жазғаныңызды айттыңыз. Сонымен тағы бір әңгімеңізде мысалы жүректі ауруына сауықтыру орталығын ашам деген әңгімеңіз бар. Осы бастамаңыз қалай болып жатыр? Енді бұны мен айтайын енді. Ол кітап жазуына себеп болған енді мен режиссермін ғой. Режиссер дегенде осы өте сондай қиын мамандықтың бірі. Кино түсіріп жүрген жылдар 5 рет больницаға жаттым. Жүрегім ауырып. Оның ішінде басым да ауырып. Сол 5-ші шыққанда дәрігерлердің бәрін ұрсып кеттім. Сендер мені емдейді деп жүрген жоқсыңдар. Әйтпесе 3 жылда 5 рет больницаға жаттым. Тағы 3 жылда 5 рет жатсам, точно өлтіресіңдер мені. Мен өзім үйреніп алам жүректің қалай емдеудің жолдарын деп. Сонымен жол түсіп Жапонияға бардым. Жапонияның сыртқы істер министрі Юрика Кавагучи деген ханыммен кездесіп, ол кісі маған Жапонның ең мықты кардиолог, нейрохирургтермен таныстырып, солардың көмегімен мен жаңа жүрек ауруының алдын алу жолдарын үйреніп алдым. Соны халыққа жеткізейін деп кітап жаздым, жүрегіңіз ауырмасын деп. Онан кейін деректі кино шығардым. Жүрегіңіз ауырмасын, жүрек ауруларын алдын алу жолдары туралы. Содан бері 6-7 жыл өтті, Құдайға шүкір. Дәрісін де ішпеймін бұлардың, дәрігерге де бармаймын. Енді бұны халыққа жеткізу үшін, халықты сауаттандыру үшін сауықтыру орталығын ашу керек. Соны ашам деп жүргелі 4-5 жыл өтті. Мен соны аша алмай жүрмін. Министрге де айттым, Тоқаевқа да айттым, анағанда айтпағаным жоқ. Ана Абайдың бір сөзі бар ғой, алдамаған кім қалды бұл жалғанда деп. Бәрі алдайды. Досаевқа айттым, әні, міні, бүгін, ертең, бір күні. Сонымен қалды. Енді мен мына әкім келгенде сразу әкімге айттым. Дархан Амангелдіұлы. Қалада 15 не бар? Жүрек ауруының алдын алу орталығы жоқ, бірде жоқ. Бірақ соған сәл жақын ұзақ өмір сүру орталықтары бар. Сол 15-і бірігіп, қаладағы зейнеткерлердің 1%-ны қамтып отырған жоқ дедім. Қалада 235 мың пенсионер болса, соның бұлар айналдырған бір 2 мыңын қамтып отыр жаңағы. Бұлардың кемінде жартысын қамтитын проект бар. Жүрек ауруының алдын алу жолдар туралы. Сол проектті маған ашуға көмектесіңіз. Ол біз ғимараттың ішінде ашпаймыз. Ананың бәрі біз табиғатта ашамыз.
Дедім де мен несін жасадым оның, проекттің. Және менің сотовый телефонымда бар, қазір көрсетемін. Бұл жер жұмақ сияқты болу керек қой. Ана жерге келген адам кеткісі келмей қалу керек. Сол достықтың бойынан жер қарадым. Сөйтіп сол жерді әкімнің аппараттың басшысы Ерлан Исабек. Демек сіз айтып отырғаныңыз жаңа табиғатта дегенде демек саябақ сияқты ашып Саябақ сияқты. Оны шипалы саябақ деп енді жұмысшы атауы ғой. Қостым. Сол жерде адамдар табиғатқа барып жүрек ауруының алдын алу жолдарын үйрену керек. бұл жалпы халыққа тегін әлде Зейнеткерлерге тегін және жүрек ауруымен ауыратын адамдарға тегін. Бала-шаға неге ол жер қазір елдің бәрін тартатын болады. Сен ана видеосын көрсең түсінесің. Ана жер жұмақ сияқты болады. Мен әлемдегі ең мықты баулардың ең жақсы жерлерін алдым. Ол жерде сарқырама да болады. Кішкене балық аулайтын жер де болады. Балық ұстасаң, ақшасын төлейсің де алып кете бересің. Мысалы, тегін ештеңе жоқ. Коммерция болмаса тағы да. Удовольствие. Ана жерде өте керемет жасалған. Енді Дархан Амангелдіұлы бұны енді тоңқыстарын білмейді. Сөйтіп, жаңа Ерлан Исабек руководитель аппаратпен барып жаңа жерді көрдік. Нүкен ол тексеріп маған айтады, ереке мына жер біреулер частный жер қылып алып қойыпты дейді. аппарат жетекшісі айтады ғой. Аппарат жетекшісі маған айтады. Нүкен мен айттым, ничего страшного. Каждый отказ нас приближает к цели деп, алдыға жетелейді деп, мен бардым да жер аманаты комиссиясына кіріп алдым. Қазір мен жерді қайтарыңдар. Жер аманаты комиссиясында барсыз. Мен жер аманаты комиссиясының мүшесімін, заңды мүшесімін. Президенттің айтқаны бар, заңсыз иеленген, бос жатқан, мынау жерлердің бәрін қайтарыңдар халыққа деген. Тіпті жолдауда да мен жер аманатына кірдім де, бұлар Алматыда әлі қатты қайтарумен араласпай жатыр, айналыспай жатыр. Негізінен облыстар айналысып жатыр. Енді мен ертеңнен бастап, бұйырса, кеше ғана кірдім мен. Бос жатқан жерлерді қайтарумен айналысам. Мына ұрылардың, басқалардың, жемқорлардың мыңдаған гектарлары бар кейбіреулердің. Соларды халыққа қайтарумен айналысам да, жаңа жерден 2-3 гектарды аламын да, жүрек ауруының алдын алу орталығын ашамын. Бұйырса, ашқанда мен ғимараттар салмаймын, жеңіл 1-2 ғимарат болады, қалғаны табиғат. Ана жерде жағдай жасауым керек. Осындай жағдай жасалған мемлекеттердегі жүрек ауруынан қайтыс болатындар мен ауыратындар саны 2 есеге дейін төмендеген. Ал біз баяғы сол Советский Союздан қалған немен әдіспен емдейміз, укол саламыз, дәрісін береміз. Ол 30% көмектеседі, қалғаны басқа. Жапондар жазып берген менің кітабымда қалай істеу керек екен. Соны бұйырса осы әкімнің қолдауымен біз жүзеге асырамыз. Осы сөзіңізге бір толықтырып айта кетейін. Мысалы бізде Алматыда 2,5 миллион халық бар дейміз, бірақ бізде саябақтардың санын санап жіберсек, жаңылмасам 472 ғой деймін. Енді оны халық санына бөлетін болсақ, әр 43 мың адамға бір саябақ екен. Егер 43 мың адам бір саябаққа жиналса, бұл демек жетпейді деген сөз. Саябақтардың да аздығы осы жерде. Жоқ, бұл жерде саябақ болғанда менікі басқа саябақ. Түсініп тұрмын бұл жерде. Менікі жүрек ауруының алдын алу жолдарын үйрететін саябақ. Ол жерге келгенде жаңа көп нәрсе үйренесің. Дұрыс тамақтану, жүрек неден ауырады? Жүректің негізгі ауыратын себебі қан қоюланады, тамырлар тарылады. Ол неден? Ол жаңағы ащы, тұзды, майлы тағамды жегеннен. Соны қандай тағам жеу керек, қалай тұнба жасау керек, қандай дәрілік шөптерді пайдалану керек деген сияқты. Түсініп отырсың ба? Ана табиғатта сенің бар жарты күн жүргенің кез келген дәріңді алмастырады. Ал біздің қарапайым халық көріп жүрміз. Бәрі үйде. Мына Кореяны алайық, Жапония, Қытай, үлкен кісілердің бәрі далада жүр. Жаңа саябақта. Біздікі шықпайды. Сол үшін мен оларды ана жерде шипалы саябақ жасайындар, ол жұмақ сияқты болады. Ана жерге келген адам бір шөп ол жерде жай егілмейді. Денсаулыққа пайдалы шөптер, өсімдіктер, жемістер егіледі. Сен мысалы бауырына ауырса, ана бұрышқа барасың. Бауырға пайдалы ол бұрыш. Басыңа ауырса, ана бұрышқа барасың. Ол жерде именно сенің жаңағы басыңа пайдалы гүлдер егілген, басқалар егілген деген сияқты да, сондай жер болады ана жерде. Аурудың алдын алу жолдары. Су, сарқырама. Енді бұйырса бұны ашамыз енді. Мен өзім кірістім ғой, ана жерді қайтарып алумен. Мен енді жер мәселесінде тәжірибем бар. Саябақтың жобасымен, бастамасымен жүріп, сіз жаңа жер комиссиясы жер аманат комиссиясына кіріп кеттіңіз. Мен енді жер керек қой маған. Мен көп нәрсеге сене бермеймін. Өнекей мен маслихатқа мынандай не енгіздім. Енді мемлекеттік мұқтаждыққа деп жерлерді алады ғой. Мен айттым, все, жерді алмайсыңдар. Бірінші, президент ол жерді біреуден алғанда оның ақшасын төлейді. Ал президент айтты ғой, пайдалана алмай жатыр ма? Қайтарыңдар тегін деп.
Ондай мәселе Алматыда айналысып жатқан жоқ. Енді мен жер мәселесінде тәжірибем бар ғой, ел мен жер деген қозғалыс ашып, шетелдіктерге сатқызбау жайлы заңды қабылдатуға ықпал еттік қой біздің қозғалыс. Балтас Тұрсынбаев ағамыздың басшылығымен. Тәжірибем бар. Біз ол кезде енді негізінен шетелге сатқызбау алдымызда мақсат болды. Енді ішкі мәселеге көп араласпады. Бұл енді өзіміз ой, ешқайда қашпайды. Егер сатылып кетсе шетелге қол қойылып кеткенде миллиондаған гектар кететін еді. Бірақ қазір де үйтіп бұлар алып жатыр. Кәсіпорын анау мына бұның бәрін қазір біз тексереміз, жайлап. Бірақ ең бастысы қазір мына ұрылардың, олигархтардың, байлардың заңсыз иеленген көп жерлер бар ғой жаңағы. Заңсыз иеленген жерлер. Документ дұрыс емес, бос жатқан, осының бәрін халыққа қайтару мәселесімен айналысамыз. Мен алдымен жаңағы өзіме 2 гектар алып аламын. Өзім үшін емес қой, зейнеткерлер үшін. Жақсы, жобаңызға сәттілік тілейміз. Бұл жоба ертеңгі күні Еркін Рақышевтың авторлық жобасы бола ма, жаңағы халықтың игілігіне берілетін жоба? Ол шипалы саябақ болады да. Ол жерге келген адам айтып отырмын ғой, мен 1-2 ғана айттым ана жерде. Ана жерде не бір сарқырама 25 фонтан болады. Екі территория ішінде. Әрқайсысы музыка, шымшықтар шиқылдап. Сол саябақтан біз 24 сарқырама көретін болсақ, сізді іздейміз ғой деймін. Жақсы, Еркін аға, енді сіз режиссерсіз ғой, режиссер ретінде халыққа кеңінен танылдыңыз. Әсіресе Жаралы сезім сонау 2000 жылдардың ортасында, мысалы 2007 жылдарда шыққан кезде, ол енді сол кездегі бір бос кеңістікте бір толтырып адамдардың рухани біраз тіпті қазіргі адамдар үшін ностальгия десек те болады. Енді осы Жаралы сезімнің жалғасы ретінде сіз Жаралы сезім 2 фильм шығардыңыз. Мысалы көктемде прокатқа шыққан еді, бірақ енді өте қысқа болып қалды, елдер көріп үлгермеді. Осыны енді күзде ұсынамын деген едіңіз. Бұның соңы не болды? Қашан көре алады, көре алмай қалған жоқ? Мәселе былай. Маған өкімет ақша бермейді кино түсіруге. Сонымен қайыршы болып жүргенім, анадан сұрайым, мынадан сұрайым. Өкімет беретін еді, маған айтады, Рақышев тыныш жүрші. Ұрыспайшы ана жоғары жақта. Мен қалай ұрыспаймын, енді ұры болса, енді көріп тұрса мен ұрлап жатқан, қалай айтпаймын. Содан онда ақша жоқ болса жоқ. Сонымен жаңа Жаралы сезім 2 конкурсқа қатыстым. Қайда? Мен жақындатпай қойды. Сценарий бәрі жақсы еді. Сонымен бір кісілер ақша береміз, Ереке, давай. Соны жартып олар бермеді. Сонымен менің кином бітпей қалды. Мына жерде мен неге кинотеатрға шығардым? Кинотеатрмен келісім бойынша уақытында шығаруыңыз керек. Уақытында шығаруым керек еді. Себебі олар жарнама жасап қойды ғой. Соны мен ақшаның жетіспеушілігінен уақытында шығара алмадым да, мен бітпеген киноны шығаруыма беруіме тура қалды. Әйтпесе кинотеатр маған 10 миллиондай неустойка қоятын еді. Сөйттім де, кішкене көрсеттім де, бір аптадай ма алып тастадым. Өзім қатты қапа болдым. Ақшам жоқ болғанына. Мені өкімет қолдамағанына. Ашуландым. Содан мен ол киноны архивке қойып қойдым да, мен басқа кино түсіруге кірістім. Елші қыз деген. Жақында Өзбекстанға барып түсіріп келдім. Өзбектермен керемет кино шығады. Бұйырса осы мен киноменді осы сентябрьдің орталарына дайын болып қалады. Бірақ кинотеатрларға көрсеткенше тағы 3-4 ай шығар, жаңа жылға қарай шығар. Бірақ мен тегін көрсете беремін халыққа. Жайлап сентябрьдің октябрьдің орталарынан бастап 1 жыл түсіріп жүрмін сол киноны. Енді жақсы кино, ұнайды, жақсы. Өзбектің артистері, ой, керемет енді. Бұл мен кореецтермен де түсірген. Бұл енді басқа история, оны кейін айтып беремін. Кореяға бар. Қандай дедіңіз киноңыздың? Елші қыз. Елші қыз, иә. Елші қыздың біз жарнамасын жасап отырмыз десек бола ма қазір? Жоқ, оны жарнама жасалады. Өзіңіз жасайды. Жақсы, сәттілік тілейміз, көрермен көп болсын. Енді соңғы сұрақ деп қабылдаңыз. Сіз енді өзіңіздің азаматтық ұстанымыңызды жасырмаған адам ретінде белгісіз. Сол үшін де қоғамда көптеген қолдаушыларыңыз бар. Енді қазіргі депутаттық қызметіңіз бен осы екеуінің арасында байланыс қалай болып жатыр сізге? Мысалы, бұрынғы ұстанымыңыздарды айнымай жүруге депутаттық қазіргі мандатыңыз кедергі болып жатқан жоқ па? Жоқ, депутаттық неге кедергі жасап жатқан жоқ. Себебі енді мына белсенділік тарапынан кішкене саябырсып қалды ғой. Қатты қысып тастады белсенділерді. Осынша жасқа келгенде өзімнің ұстанымымды басқа жаққа ауыстырғаннан не ұтам мен? Мына адам үшін ең бастысы абырой ғой енді. Ол мен сонша бір қатып қалған жоқпын сол неге мәслихаттың депутаттығына. Ол мәслихаттың депутаты болмай тұрғанда да халық мен танитын кином бар, белсенділігім бар. Ол маған үлкен бір бедел
әкеліп отқан жоқ. Керек болса қолын бір-ақ сілтей саламын мен бұларға мысалда. Сол үшін мені ашуландыруға болмайды. Менімен санасу керек. Мен мына мемлекеттің, халықтың жауы емеспін. Мен осы Кешіріңіз, мемлекет жан ашыр азаматпын. иә көркейсе екен, халықтың тұрмыс деңгейі көтерілсе екен деген оймен жүрген адам қарапайым. Жақсы, Еркін аға, осы уақытыңызды бөліп шақыруымызды қабыл алғаныңызға көптеп рахмет. Бастамаларыңыз іске аса берсін. Жақсы күндерде жолығайық. Рахмет.